Сәлем достар, біз базарға шықтық. Бүгінгі біздің видеомыз үйден базарға дейін жаяу барамыз. Қанша минутта барамыз, бәрін көрсететін боламыз. Жолда қандай зданиялар бар, не бар, бәрін көрсететін боламыз. Мына гостиницаның артында, Гаухартас магазин артында біздің дом, біздің үй. Осы жерден бастап қанша уақытта баратынымызды есептейтін боламыз. Қазір сағат 2-ден 50 кетті. Ал біздің видеоны жіберіп алмай қарап отырыңыздар. Бізде бүгін Балауса және Мансыртай үшеуміз жолға шықтық, базарға барамыз, жаяулатып. Ал бізге ақ жол. Біз кеттік. Біздің үйдің қасында осындай пошт бар. Ал мына біздің әкімшілік. Артта біздің үй. Біз осылай поштпен өтіп, қазір Ергөбек көшесіне түсетін боламыз. Талдардың бәрі жайлап, сарғайып жатыр. Шыршалардың өзі күшті, таза болып тұр. Ауа райы күшті болып тұр бүгінше. Болса өзіне су құйылған үйден жолда шөлдеймін деп. Күшті отыр, е? Ал мұнда біздің Мансыртай жан-жағына қарап, ұйқысы келіп кетіп бара жатыр. Күшті болып кетіп бара жатырмыз. Есікті ашып жібер. Бол. Мына жерге сиямыз. Мына жерге жайлап колясканы өткізіп алып. Центрде тұрамыз, қайта бізге базарға жақын қайта. Осындай видео түсіргіміз келді бүгін. Осылай базарға баратын болам. Бізбен бірге Арыс қаласын аралаңыздар. Шок нәрсе, ешкім түсінбейді. Шок па? Балауса біраз заттар алам деген. Соған жаяулатып шықтық. Ақыры үйдеміз ғой деп. Мына жерде машиналар бар жоқ біліп аламыз. Жоқ па? Тез өте аламыз. Жүгір. Мына сулар өніп жаңбыр жауса есіп жатады бізде. Біз Әл-Фараби көшесіне тұрамыз ғой. Енді біз қазір Ергөбек көшесіне бұрылдық. Ергөбек көшесіне барамыз қазір. Біздің Балауса. Мен ауырдым. Прям ашпайтын жердің енді. Молодец, красавицасың сен. Осылай Ергөбектің бойымен до конца барамыз. Содан кейін қалай бұрылғанымызды көрсететін боламыз. Біздің Мансыртай далаға шыға сап. Сразу ұйықтап қалдым. Айылғалы квартира түссе, ең бірінші неге жартасы бар? Ең бірінші ма? Ең бірінші. Папаң бірінші бізге тәтті келеді. Продукт аламыз.
Сөйтіп істейміз. Қыдыратын болсақ қыдырамыз, кредит төлейміз, ет аламыз, тойға кетеді. Мама, мен бірінші да? А? Бірінші болып жатасың. Бірінші болып бала шағасына тәтті-пәтті келеді папасы. Жоқ, ол екінші ғой, бірінші. Алады, ақшаны шешеді. Есейді. Сразу квартира төлейді ғой. Не квартира? Квартира деп кредит төлейді. Сосын тәтті әкеледі, продукт әкеледі, киім. Сразу кредит төлемейді ғой. Солай еді ғой. Қумаш сен? Папаң не істеп отырғанын қақтан білесің? Кредит деген по-любому төленеді. Ақша түседі, түспесе де, я. Со, өмір керемет. Біз әлі мына Ергебектің көшесіндеміз. Мынау бізде Нұрмет деген УЗИ. Бұл негіз бізде Арыстағы главный трассалардың біреуі ғой. Мұндай зданиялар көп алдада күшті жерлер бар, көрсетіп баратын боламыз. Ау, кімнің? Айарудың ба? Жасыл ма? Кассасының үйін көрсетіп отыр маған. Анау есі көріп тұрсыз ба? Иә. Сол ше такси ғой. Солардың таксилер ғой. Күшті. Бірақ олар кетіп қалған. Екі жаққа. Мына жерде мынандай зданиялар салынып жатыр. Бизнеске өте қолайлы көшелер ғой. Жерде, үйде қымбат. Бұл жақта көшеде. Біздің үйде главный трасса Аль-Фараби деген. Центр, короче. Мына бізде атақты қарлығаш кафесі. Мына жерде машинаның заттары сатылады. Романтик бар, гүл, подаркілер сатылатын. Аш шетінде аптека. Мынандай бола ма? Мынандай бола ма? Немене? Нем? Қалада осындай автобустарда жүреді. Мынау аптека бізде. Ау? Әдемі болып жатыр. Әдемі. Жүріп берсе жүрсе алмашы. Global кофесі бар бізде. Күшті. Ал келесі бізде мынау вилла, караоке, бильярд бар, залы бар, бәрі бар. Ана келесі бізде сон. Магазиндер, лаваш центрлер бар. Сен ақша апаратын дедің? Сен ақша апаратын дедің? Себебі оған да зат алатын едім, өзіме де алатын едім. Молодец. Күшті осылай. Жай жүрсең кәдімгі миың тынығып қалады екен болса, я? Жай жүрсең кәдімгі миың тынығып қалады екен, я? Келатырмыз үшеуміз осылай. Мансұртта ұйықтап қалдық біздің. Мына біздің Арыс қаласының соны. Иә, қаламыз жаңарып отыр ғой енді. Қаламыз жаңарып отыр, әдемі болып отыр. Отарыс бар. Мындай көшелердің қиылысы. Мына жаққа. Ана жерде роддом бар біздің. Сәл ішке кіру керек.
Сағатсыз. Қашан базарға жетеміз? Болды, жай келе жатырық әңгіме айтып жетеміз ғой. Шаршаған ғой. Сен ұқсап миы демалып отыр ғой. Мына здание әлі солай тұр екен ғой. Мына жарылыстан кейін зданияның жөндеу жұмыстары жүргізілген ғой. Әлі бітпей тұр. Солай. Ана жұрттар заброшкада видеолар түсіреді ғой. Біз осы жерлерге түсірсең болады екен. Сәлем, ішінде қорғаштар бар. Мынау көтерме қойма дейді, шағын маркет дейді. Енді ашылайын деп жатқан сияқты бұл. Ал мынау біздің атақты Мади кафесі. Түнде бұл жер әдемі болады. Күшті жер. Күшті, иә. Мади кафесі. Осындай караоке бары бар. Мына жерде маринад ашылыпты мына жерден. Базар жақта, Задария жақта точкасы бар тұғын. Шашлыкты дайын сатады. Ана жерде саны қалай жаздадың? Біз қоймай жүрсек. Мына жерден Шлака Влогс дейтін жер ашылып кетіпті. Мына жерде автомойка. Мына жерде біздің колледж. Астын колледж. Мына жерде күшті дизайнмен үйлер салынған. Мына жер колледж. Бәрі бар ғой Ергеу көшесінде. Ал мына жерден Алматыға автобус жүреді. Осылай. Назаршымен бірге тоқылып қалған ғой. Бұрын ол кезде Шымкенттің сондай таксилер жүретін еді ғой. Шымкентке баратын есе. Назаршымен бірге мінеміз оқа. Мына жерден күшті массаж, оңалту орталығы ашылыпты. Күшті, дамып отырарыз. Я? Біздің ашыламыз күшті ма? Еще арзан бізде. Бізде автобус үлкен кісілерге 50 теңгемен жүреді. Ал кішкентайларға 25 теңге. Ал такси бізде 10 бағасын естісеңіздер таң қаласыздар ғой. 100 теңге ғой бізде такси. Екеуміз күнде базарға баратымызда екеуміз барамыз ғой 2 теңгеге. Мен соңсы 200 теңге қалдым. 100 теңге ғой бізде такси. Өте арзан қала. Жас семьяларға, нелерге өте тұратын жер ғой негізі. Біраз көтеріліп алғанша ше. Күшті жер. Кейде ақша сетпей қалса ше 10-15 теңге кіресе салады ғой. Келіседі? Күшті. Жолмен жүрсе, жолмен. Тротуармен жүрсе. Автобустар. Осындай жаңа автобустар келген былтыр. Халықтың жағдайын жасап жатыр ғой, в общем. Достар, бізді қолдап кетіңіздер, өтініш. Бізге қолдау білдірсеңіздер, бізге жақсы болады. Күшті видеолар түсіреміз, ә? Сізді жақсы көреміз. Колледждің қасында осындай ғажайып арыс деген колледж бар. Күшті болып келдік. Жау үйден қуырдақпен коланы опырып ағамызды, короче. Соны қорту керек болатыр бізге, е? Тойып шыққымыз үйден. Күшті болды. Солай балауса мына жерге суретке түсіп жатыр. Видеоға түсіп күшті отыр, е?
күшті өссе ғой мына талдардың астын аптеп күшті көрінеді екен. Не көріп жатсыз? Телефон зор түсіреді екен. Біз мына жерде көшелердің қиылысына келдік. Мына жақта городской больница бар, мына бильярдный зал. Мына жақ осындай. Жаңартып отыр ғой бәрін. Жаңа қала деп. Ал біз бұл главный жолмен жүрмейміз. Біз алда Ташкентский көшемен жүреміз. Майылғожа көшесімен. Сол кезде тіке базардың алдынан шығамыз да. Сол қиылысқа барамыз біз қазір. Біз әлі Ергөбектеміз. Я? Я? Кішкентай қалды ана жерде. Бұрылып алсақ болды. Жақындап қалдық. Мына жерде біздің қыздар айналайын деген садикке барады. Біздің қыздардың садикке баратын жері осы жер. Ана жерде жап жақын. Аймауытов көшесінде. А? Қой. Тіке базарымызға жетіп алай қалдым мен. Жүрміз ғой біз негізші. Тез жүрсек, давно жетіп қояды неге. Мына Түркістан деген бұрын жиһаз сататын, қазір жабықтыр. Мына жерден шашлык пісіретін жер ашылыпты, шашлык заказға жасайтын жер. Бизнеске өте қолайлы жер ғой негізі. Жүр. Мен жалғыз. Мына жерде үлкен супермаркет ашылған. Ал біз мына Майылғожа көшесіне келдік, қиылысына. Қазір біз мына жаққа өтіп алатын боламыз. Осы қатармен жүреміз ба? Осы қатармен жүрсек онда. Машина бар ма? Жүгір. Жүгірсең сонда да. Өтіп кетсе бар. Енді біз Майылғожа көшесіне түстік. Осыдан тіке барсақ, бізде базарға шығамыз. Сталған құйрық дейді, сала, сондай заттар сатады екен. Шаршадың ба? Жүр. Олса шаршады біраз. Жапырақтарын қарсай күшті өпісіп отыр, е? Күшті өпісіп жапырақтар. Мыналар бар. Күшті. Қар болмайды. Күз келді ғой енді. Күз де аяқталып жатыр уже. Бір айда қыс болады енді. Ал мына біздің мейман болуға бұрынғы. Қазір жабық па? Білмеймін точносын. Бұрын әдемі кафе болатын тұғын. Бұрынғы кафе ма? Анда кафе бар еді ғой? Скелетте. Сол анау? Жоқ, ішінде караокесі бар. Зор кафе-том бұл. Білмеймін, күшті жүріп тұрған. Білмеймін қазір не үшін жауып қалған. Сатылады екен бұл. Я, сатылады. Базарға жақындап қалдық. Енді мынау біздің Арыс қаламызда аяқ киім тігетін сататын шеберханалар бар. Арай деген. Мықты осындай бар. Күшті. Ана. Сертификаттар да бар екен ғой. Күшті киімдер бар. Бірін алыңыздар осыны. Таған алады. Алма. Бірін Ал мынау бізде Рынков деген
Арс рестораны. Шетінде гостиницасы бар. А? Иә, күшті ғой. Іші де әдемі. Шетінде гостиницасы бар. Іші экипажды. Зор жер. Мама, мен коляскам қисайып барадыр ғой. Ресторан Арус деген. Бұны Рынков дейтін себебі орыстардікі ғой бұл ше. Сол үшін сөйтіп айтады. Мына Балосаға мен экскурсия жүргізіп жатқан сияқты болды мындай. Арыс қаласын жаяу жүргізіп таныстырып. Біздің папамызбен машинаға мініп зу етіп ары, зу етіп бері өтіп кете береміз ғой. Онша не қыла бермейміз. Мына жердің тағы бір здание ашылып жатыр. Күшті главный тостың бәрі бизнеске қолайлы. Иә. Бірінші көріп тұрған жоқсың, постоянно таксимен өтеміз ғой. Мына кісі араққа тойлап жүр екен кісі. Арақ ішкенге абырой бермейді. Біз базарға жақындап қалды. Келдік қой почти. Ана жерде ментальная арифметика бар, әртүрлі пәндерді оқытады. Арыстағы күшті жер. Иә. Аяғым шыт деп еттім, кептіз ғой. Асқабақ қой, ана асқабақ жатыр, ана бұрышына қарсы. Асқабақ жатыр, асқабақты келген ғой. Мама, анам білесіз ба? Бұл шықты, альфа-лип жақта. Сол жақ қасында біз қарбыз тауып аламыз, ана кішкентай қарбыз ғой. Есік алда ойынтер, сол жерде огурцы тауып аламыз. Базардың айналасы. Сонда еще достар жейді ғой. Велосипедтер, әбден сапарлар. Мына жерде велосипед тасатын еді ғой. Ал мынау бізде Хан деген лаваш центр, Арыстағы хит. Қорықпа, бергел. Бергел, иттен қорқып тұр ғой. Светофордан өтіп отырмыз. Оң ғой? Иә. Арыстан отырда болды. Ет саталатын жүр. Автобустың стоянкасы. Әлбеттен болсын деген. Лаваш центр ашылған. Ура, келдім. Базар, ушу. Ломбард, қатарына ломбард. Күркен? Мына жерде екінші арыстың таксилер тұрады. Күркен? Сен емес па не? Мен мына жақтар қоғым. Қанша? Тосын ма? Ашетке қарап өтіп аламыз бұл. Бардым. Ойнайын. Amca can balığı. Hadi olma. Өтеді ғой, күтеді ғой. Жүр. Жүр. Ана қорғаным. Үйде қорғасын, жүр. Мына сөйлей берсін сен. Ал біз мына базарға келдік. Сағат қазір 15:53. Bir saat жүріп біз ғой жайлап жүріп келдік. Ал өздеріңіз келетін болсаңыздар, бұдан жылдамдықпен тез жүресіздер. Bir жарты сағатта келіп қоюға болады. Ал мен баламен коляскамен жүрген соң осылай жай жүріп келдік, айналып. Мына апа өтініш жасаған соң баласа көмектесіп жатыр. Ал біз кеттік дальше базардан заттар аламыз. Қалайсың?
Чили. Достар, Палузаның заказымен, бургермен лаваш жеуге келдік. Элси лавашқа келдік. Осын жеп алып қайтамыз қазір. Біздің жаяу келгеніміз ұнаса, лайк, коммент басып кетіңіздер. Арыз қаламыз сіздерге ұнады ма? Сау болыңыздар.